Қараңыз, Алланың рахметі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні сахабаларымен бірге келе жатса, алдынан бір ана өз баласын жоғалтып, шырылдап жүрген анаға кездеседі. Қараса, жаңа ана баласын тауып, баласын енді құшақтап, еміреніп, иіскеп, енді оған деген енді баланың енді ананың жүрегін енді тілмен айтқызып жету мүмкін емес та. Жандағы сахабаларға айтты дейді. Мына ана өз баласын апарып тозаққа тастау мүмкін ба? Деп сұрап жатыр да. Бәріміздің бала шағамыз бар, дұрыс па? Өзіңіздің балаңызды апарып тозаққа, отқа апарып тастай салуыңыз енді әке болып тұрсыз, бірақ сонда да әкенің де мейірімі қандай? Ол ананың мейірімін айтып жеткізу мүмкін емес қой. Сонда жоқ, я Алланың елшісі. Я Алланың елшісі баланың өзі барып ақымақтықпен барып түсіп кетуі мүмкін отқа. Мына ана еш уақытта өзінің баласын тастамайды деді ғой. Алла да сондай деді, қараңыздар. Алла да сондай өзінің пенделеріне еш уақытта жамандықты қаламайды. Өзінің пенделеріне еш уақытта ол тозақты қаламайды. Адамдар өздеріне берілген нәпсіге еріп, сол нәрсеге қарай өздері жүгіреді деді. Тағы бір риуаятта, мен жанып тұрған шамның жанында жүрген көбелек, білесіздер, мына от шырақ жанып тұрса, бұрындары қазір свет жоқ, шырақ деген нәрсе қатты жанып тұратын бір фонарлар болса, соның айналасында не жүреді? Шіркей жүреді, көбелек жүреді. Сондай жанып тұрған шырақтың, шамның жанындағы жынды көбелектер болатын болса дейді, менің кейбір адам баласы да сондай дейді да. Кейде пайғамбарымыз айтады, менің кейбір үмметтерім де сондай дейді да. Мен оларды қанша қағам дейді да, осы отқа түсіп қалмасын деп. Бірақ олар сол отқа қарай жағындай береді. Жәннат сондай нәрсе, тозақ сондай нәрсе. Қайсы бір жерде Аллаға мақтау айтылып жатқан уақытта, осы бір риуаятты айтып кетейік, ортасынан осы жерде жәннатты айтады және тозақты айтады. Жәннатты айтады, тозақты айтады. Я Раббым Алла, олар саған құлшылық жасап жатыр, сені дәріптеп жатыр деген кезде Алла субхана ва тағала періштелеріне сұрайды ғой, жиналып тұрған, орап тұрған періштелерден. Олар мені көріпті ма дейді, мені туралы айтып жатқан болса. Жоқ, я Аллахым, олар сені көріп тұрған жоқ. Олар көріп тұрғанда қандай құлшылық қылар еді десе, Раббым Алла саған құлшылық қылғанда бастарын сәждеге қойғаннан, олар сәждеден алмас еді бастарын дейді. Екінші, олар менен нені сұрап жатыр дейді, қараңызшы. Олар менен нені сұрап жатыр? Сонда олар сенен жәннатты сұрап жатыр. Жәннатты ешкім көрген жоқ. Әлләдина юъминуна бил ғойб. Мұмын мұсылмандар ғайыпқа иман келтіреді. Ғайып көзбен көрмедіңіз, қолмен ұстамадыңыз, ауызбен дәмін, мұрынмен иісін сезбеген нәрсе, бұл құрметті жамағат ғайып. Жәннатты көрген жоқ, бірақ жәннатты аңсап отыр да жаңағы мұсылмандар. Қараңызшы. Сонда олар менен неден пана тілеп жатыр дегенде, олар сенің тозағыңнан пана тілеп жатыр дейді. Олар тозағымды көріпті ма, тозағыма кіріпті ма десе, жоқ, я Раббым, олар сенің тозағыңды көрген де жоқ, сенің тозағыңа кірген де жоқ десе, менің тозағыма олар кірген жоқ. Олай болатын болса, мен олардың барлығын сендер куә болыңдар. Кіргенде не істер еді десе, жоқ, я Раббым, олар көргенде, кіргенде мүлдем сол тозаққа түспеу үшін бар амал істеген болар еді десе, олай болса сендер куә болыңдар, мен олардың барлығын тозақтан азат еттім, барлығын кешірдім деген риуаятты білеміз.